Biz қазақ халқы дәстүрін сақтап, насихаттап жүрген халықпыз. Дәстүрдің озығы бар, жазығы бар, өткеннен бізге жеткен асылы бар. Сәбидің кейбір кезін қызықтайтын қазақта тұсаукесер дәстүрі бар. Тұсаукесер дегеніміз бір жасқа толып, тәй-тәй баса бастаған бүлдіршіннің тұсауын кесіп, жаңа бұдан артық жамандық көрмей жүріп кетсін деген ырыммен жасалатын той. Алайда баланың тұсауы ала жіппен, қойдың майлы тоқ жегімен тұсауланады. Ала жіппен тұсаулаудағы ырымы мақсатымыз жолы ақ болсын, адал болсын дегеніміз. Ал тоқ жіппен тұсаулауы тоқ болсын, бай қуатты болсын дегені. Көк шөпке тұрғызғанымыз көбейсін, өссін, өнсін деген ырыммен жасалады. Міне бүгінгі күні қазағымның осындай кереметтей дәстүрі өз жалғасын тауып келуде. Ендеше тұсаукесер дәстүрін тамашалаңыздар. Келін, ау келін. Ау апа. Айналайын қарағым, бүгін мынандай бір жақсы күнде кішкентай Нұрбақтымыздың тұсауын кестіріп, мына ертең ақпадасын алсақ қалай болар еді? Дұрыс ойлағансыз апа, мен де осыны ойлап жүргенмін. Айналайын, ендеше сен дастарханыңның әзірлігіне кірісе ғой. Жарайды апа. Нан тоқашыңды жасай ғой. Балам, Расул, келе қойшы құлыным. Айналайын құлыным, бүгін мына кішкентай Нұрбақтарыңның тұсауын кестіріп, той жасайын деп жатырмыз. Мына елді ағайын туыс көрші қолаңды тойға шақырып келе қойшы құлыным. Жарайды апа. Манас атамның үйіне тұсаукесер тойға келіңіздер. Манас атамның үйіне тұсаукесер тойға келіңіздер. Рахмет, шеше, рахмет. Тойлары құтты болсын қарағым. Абысынжан, тұсаукесер тойыңыз немереңіздің жасы үлкейе берсін. Рахмет, рахмет. Айтқандарыңыз келсін. Ал келін, Нұрбақта келе қойыңдар. Тпай, тіл көзім тасқа, айналайын ботам, неткен сүйкімді едің? Күлгенімде той сенің, жүргенімде той сенің, қызықтасын қалайы, қадам басқан бұл күнің, есте қалсын жарқыным. Апа, Нұрбақыттың тұсауын кімге кестіреміз? Соны балам, менде бір ойланып бүгін осы елге сөзі өтетін, өзі қадірлі ана, жүрегі ақ таза, көп балалы ана деп осы шешеге, Елмира шешеге кестірсем ба деп отырмын. Сен қалай ойлайсың құлым? Дұрыс ойлағансыз апа. Бәрекелде, ал ендеше той басталды, баламыздың тұсауын кесейік. Шеше, сіздерге бір енді менен ынтымас. Менің баламның бүгін тұсауын кесіп, сіздердің жолдарыңызды берсін. Кәнеге келіңіздер. Айналайын, мына бүгінгі тойлары құтты болсын. Айналайын құлыным, өзің қандай сүйкімді едің. Тпай, тіл көзім тасқа. Бөбегім қаз тұрыпты, алға қадам басуға. Тәй басып жүріпті, асулардан асуға. Маған тұсау кестіріп, жатқандардан берік сол. Мені жүйрік депті жоқ, бізден асқан жүйрік бол. Ал ендеше, баламыздың аяғын тұсайық, ала жіппен және тоқ шекпен. Келе ғой қарағым, келіңіз әже. Көк шекпен тұрғызайық.
көк шөпке тұрғызған себебім көктей көгерсін дегенім. Ала жіппен байлаған себебім біреудің ала жібін аттамасын дегенім. Тоқ шекпен байлаған себебіміз бай қуатты тоқ болсын дегенім. Бисмиллахиррахманиррахим деп баламызды тұсауын кесуге әрекет жасап жатырмыз. Ал мына мырзағамыздың үйінде кішкентай баламыздың тұсау кесер тойы болады екен, құтты болсын. Баламның қадамы берік болсын. Осы үлкен аталарына ұқсап, шауып шапқылап жүре берсін. Аумин. Не істейсің бұны? Ағыл ендеше келіндер, босқа қарап тұрмаңдар. Баланы тай-тайлап, алға қарай бастаңдар. Құтты болсын қарағым қадамым. Қаз балам, қадам бассан мәз болам. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамым. Алға қарай баса бер, асулардан аса бер. Ой, айналайын құлыным, қамшыны таңдап жатыр. Ел тізгінін ұстайтын азамат болады екен немерем. Құтты болсын келіншан, құтты болсын. Ал, айналайын, келінжан, сасып қалмағын. Баланы тастап қашпағын. Белінен тәтті байлап, немеремнің жолына мол қып шашу